Сәлем достар! Бүгін біз татар халқының тағамы вак бәліш пісіреміз. Өте дәмді, тойымды тамақ. Бізге ол үшін 500 грамм кефирге, айранға 1 шай қасық сода қосамыз. Араластырамыз. 5-10 минутқа көтерілгенін күтеміз. Енді кефирге 1 шай қасық тұз қосамыз. Араластырамыз. 700 грамм ұнымызды қосып, қамыр илейміз. Енді қамырымызға 100 грамм еріген сары майды қосып, қамырымызды тағы бір рет илеп аламыз. Майы сіңгенше. 15-20 минутқа қамырды тынықтырып қоямыз. Ал енді салмасын дайындаймыз. 500 грамм фаршқа 2 бас шуа қосамыз. 2 үлкен картоп қосамыз туралған. Тұз және 1 шай қасық бұрыш қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Енді қамырымызды бөлшектерге бөліп аламыз. Менде орташа көлемде 15 штук бәліш шықты. Видеода көрсетілгендей бәліштерді жайып аламыз. Ішіне салмасын салып, видеода көрсетілгендей түйеміз. Бәлішіміздің ортасын ашық қалдырамыз. Осылай барлық қамырды дайындап аламыз. Бәліштеріміздің үстіне жұмыртқа жағамыз. 180 градуста 25 минут пісіреміз. Бәліштің ортасына құятын соусымызды дайындаймыз. Ол үшін 50 грамм сармайға 150 грамм қайнаған су қосып, 5 минут қайнатып аламыз. Шым-шым тұз қосамыз. Енді бәліштерімізді аламыз. 20 минут өткен соң, ішіне дайын болған соусымызды ортасына құйып шығамыз. Видеода көрсетілгендей. Бәліштерімізді және 10-15 минутқа духовкаға қоямыз, пісіреміз. Бәліштеріміз дайын, өте дәмді, сочный болып піседі. Міндетті түрде отбасыларыңызға, балаларыңызға дайындап беріңіздер. Ұнайды. Назарларыңызға рахмет. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз.